Жусан шөбін тамырымен үзуге болмайды, тек түбінен кесіп алған жөн. Қысы жазы иісін жоғалтпайды. Жусан шөбі қазақ халқымен тікелей байланысты. Оның тамырын жерден жұлу өте қиын, әрі тамыры көп болып жайылады. Жусанның малға да, жанға да пайдасы мол. Кезінде жусан шөбі биік болып өскен, кейін жауынның жоқтығынан, қоршаған ортаның ластануының салдарынан жусан шөбі де аласа болып шөгіп барады. Сол сияқты біздің де рухани деңгейіміз төмендеп, майдаланып, шөгіп әлсіреп барамыз. Жусан шөбін уақыт келе дүние жүзі пайдаланатын болады. Жусан қан тамырлары кеселінен тазартады. Жусан шөбін көп иіскесе, жүрекке пайдасы мол. Асқазан жұмыс істеуін жақсартады, әрі іштегі құрттарды тазартатын қасиеті бар. Тарихта Қыпшақ Сарыханұлы Артық Батыр кезінде 45 мың сарбазбен Грузияға барып көмек берген. Грузия патшасы Дәуіт Қыпшақ Сарыханнан көмек сұраған. Сонда осы Артық Батырды 45 мың сарбазмен қосып жіберген. Грузиндердің 15 мың сарбазы қосылып, парсылардың 300 мың әскерін талқандаған. Дәуіт патша қазақ жерінен барған сарбаздарға шырайлы жерін беріп, бар жағдайын жасаған. Сөйтіп олар елге қайтпай, сол жақта қалып қойған. Сарыхан баласын қайтара алмай басы қатыпты. Сонда бір сәуегей оларға бір дорба жусан жібер деп айтқан екен. 8 жыл бойы елге қайтпаған қыпшақтар хабарша келген бір дорба жусанды иіскегенде, бір күнде жиналып көшкен екен. Міне сондықтан жусанды киелі санаймыз. Қазақ жусан шөбімен тығыз байланыста. Жусан шөбіне жуынып, бойдағы сасық иістен тазаруға да болады. Жаратқан ие Тәңірім жарылқап, шипасын берсін баршамызға.